Сәлеметсіздер ме? Жоғарғы инженерлік технологиялық колледжі арнайы пән оқытушысы Сабырғалиева Әйгерім Қайратовна. Объектілі бағытталған бағдарламалау пәні бүгінгі тақырып C++ тілінде енгізу операторлары және айнымалылар. Консольный режимде жұмыс жасайтын боламыз. Өткен тақырыптардан білеміз, енгізетін мәндердің барлығы айнымалыларға жатады. Жалпы енгізу операторлары син деп қарастырылады. Жазылған кезде форматы син болып теріс қарайды. Айнымалының типі ол int болады, long, double болады. Паскаль тіліне қарағанда айырмашылығы Паскальда бірінші var кетеді. Одан кейін аты, одан соң типі кетеді. Ал C++де бірінші типі, одан кейін аты кетеді. Үтірнікте қоямыз, немесе басынан бастап осы int типке белгілі бір сан тіркейміз. Ол сан болатын болса, жай сан болуы тиіс. Минус 27.000 мен плюс 27.000 арасындағы жай сан. Мысалды қарастырып көрейік. Мысалда carrots берілген, және де sin. Carrots яғни енгізіңіз деген оператор санға ештеңе берілмеген. Санды сіз енгізесіз. Сіз енгізетін сан инттен алыстап кетпесе болды. How many carrots do you have? Яғни аудармасы сенде қанша сәбіз бар деген сұрақтыр. Және here two more, яғни сізден екеу артық деп аударылады. Яғни осы оператор сізге сұрансызға екеу қосып береді. Енді how you have, сізде осыншама сәбіз бар деп тұр. Сол қосқан сәбізді нақты саны экранға шығады. Ол мысалы консольді режимде орындап көрейік. Консольный режим. Проект бізде төртінші сақтаймыз. Int бірінші типі кетеді. Int сәбіз. Енді экранға шығарамыз. Cout қанша сәбізің бар. Және endline. Және синға біз сәбіз санын енгізуіміз керек. Қанша екенін жаңа айттық. Минус 27 мен плюс 27 арасында болуы керек. Енді яғни осыны ескертеді бізге. Енді ол былай деп coutқа айтады. Біз оған көп нүкте қоямыз. Осы жерге мағынасын шығаратын болады. Сәбіз тен endline қоямыз. Сәбіз тен сәбіз қосу 2. Тен деген бұл жерде меншіктеу оператын білдіреді. Біз қазір неше енгізсек те ол 2-ге артады және экранға былай деп жазады. Cout қазір сізде осы жерде енді жақша аламыз және сәбіздің санын береміз. Осыншама сәбіз бар. Сәбіз арасын ашамыз және программаны аяқтаймыз. Endline. Тексеріп қарайық. Қанша сәбізің бар? 65. Enter. Сізде 2 сәбіз артық дейді және 67-ні көрсетеді. Дәл осылай синт арқылы айнымалыларды өзгертіп, енгізу операторларын орындай беруге болады. Int AB өзгертіп көрейік. Int A
Б. Сяут енгіземіз. Сяутқа handle қоймаймыз, себебі енгізетін санны осы қатарда енгіз дегеніміздің жанында болуы қажет. Сол үшін син жақша ашамыз, енгіземіз. Дәл осыны көшіріп сяут Б енгізу дейді. Inline қоямыз. Конец линия, яғни линияның аяғы дегенді білдіреді. Сяут енді тексеріп көрейік. Жақсы, орындалып жатыр. Сяутқа А қосылған Б деп мәнді беріп көрейік. Дәл осының барлығын көшіріп, барлығына inline қойып шығамыз. Яғни амалдарды өзгертетін болармыз. Көшіріп алайық. Ставить, копировать. Inline-дарын қоямыз. Енді көбейту, алу, көбейту, бөлу. Осыны компиляторда орындаймыз. Орындалды. Айнымалы 25-те 5 нәтижесін қараймыз. Екеуінің қосындысы 30, айырмасы 20, көбейтіндісі 25, бөліндісі 5. Барлығы орындалды. Енді 25 5-ке бөлінеді. Енді бөлінбейтін мысалды қарастырып көрейік. 29-ды бөлінбейтін 4-ке бөліп көрейік. Бізде 7 4 28 қалдық 1, бірақ қалдығы қалған жоқ. Себебі математикалық есеп бойынша қалдық қалу керек еді. Int типі болғаннан кейін қалдық қалған жоқ. Осыған математикалық функциялар түбір асты қолданған кезде міндетті түрде библиотеканы шақырамыз. Симаз дейтін ол консольный математиканы библиотеканы шақырады, немесе mat-h функциясын шақыратын болсақ, біз осының ішінде SQRT функциясын қолдана аламыз. SQRT дегеніміз түбір асты, SQR ол квадрат дегенді білдіреді. Дәл осыған ұқсас есепті жобалап шығарып көрейік. Мысалы, адамның жасын енгізіп, атын енгіз. Тағы бір айнымалы түрін қарастырайық. Ол бізде string, яғни жол типті мысал есепті білдіреді. String дегеніміз жол типтіні білдіреді. Int жас, string есім, int жас. Бұл қазір жасы мен атын жазады. Сол арқылы танысатын боламыз. Сяут енгіземіз, ішінде есімін жаз. Есімін жазады. Handle қоймаймыз, өйткені сен осының жанына шығу керек. Сен есім. Яғни ол енгізген кезде сан емес string болады. Себебі бізде оның типі жол. Жасың нешеде. Сяутқа жасамыз. Ол енді енгіземіз, сен ретіне жасын сенға енгіземіз. Біріншісінде сәйкесінше string жазу керек, екіншісінде int жазу керек. Сяут. Танысқаныма қуаныштымын. Осы жерде есімін жазады. Тырнақша есім деп, және тағы тырнақша ашамыз. Жас. Жасыңыз. Тырнақша ашып, көп нүкте қоямыз.
жас өшірге көрсететін болады. Handle қоямыз және тексеруге жібереміз. Запуск. Енді осы бойынша мәлімет енгіземіз. Мысалы, есімің кім? Құрбан. Жасың нешеде? 27-де. Танысқаныма қуаныштымын. Жасыңыз 27-де екен. Бұл жерде шартты операторы орындалған жоқ. Бүгінгі сабақ айнымалылармен танысу болғандықтан айнымалылармен таныстық және син операторларын енгіздік. Осы мысалдарға қарай отырып, дефта өздеріңіздің есептеріңізді мысалдарыңызбен күтемін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.